тоқта әкеңге ал сүйде. Ой, кім мынау? Қақтан кеп қалдың бір пәсте. Шошытып адамды. Не істеп жүрсің бұл жерде, Мен не істеп жүргенімде шаруаң болмасын конкретно. Мынау үйде қызығып қалдым, соған келіп көріп тұрмын, алып отам. Мынау үйді қарасаң, өзі дерзкий сияқты. Мынан қара, темір есігі бар. Короче, мына жақта еще әйнектер неге ол табличкамен жабылған? Есе ол шаруа не болды? Короче, қызық емес, маған полиция шақырам болды. Полиция керек емес, братан. Мен просто көріп келіп, енді келіп көріп атым ғой, просто мынау қызық үй болған соң өзгеге ұқсамайтын. Ана полиция бекет? От үшін жауға келгендер. Ой, прикол ұстамай ақ қойшы, телефоныңды алса бірінші сен гудок таста бірінші оған. Құлағымда AirPods бар, жотам. Қандай AirPods? AirPods бен звондап бола ма полицияларға? Мынау үйді кеп көріп атсаң өзінше полицияға звон деп құрыш басты кетірмей бақыма. Точно звондай болды. Кешірім сұрай салама десе, болды звондай. Мен ашын әттім. Братан, кешірші, мен әдейі істемен. Давай бүйтік біз келсек та, мына үйді мен сатып алайын, не қыса. Бұл үй сатылмайды екен. Неге сатам мен? Дескі өзі үйім болса. Онда сен не қару сақтап жүрсің подвалыңда? Оны айтып қоймай. Неге айтпайды екен? Еще как айтам? Все, полицияға звондайды, саған жауап жібермеймін ба соны? Оған сенбейді дағы полиция, мен тілім жоқ па айтатын жида. Мен сенің подвалың, сенің үйің деп айтам, ал чотам. Ал егер подвалда қару жоқ екенін білсеші, оны сен алдың явда, дұрыс па? Дұрыс қой, бірақ менде екенін білсе жаман болады. Брат, айтпай ақ қойшы. Одан да келсек та. Короче, қызық емес екен маған. Өзі сол қарулардан құтыламай жүреді, жақсы болды ғой. Мен жол бермеймін. Сен маған жала жауып қарап тұруыма. Сен айтпайсың. Сенің жалаңа сене қоятын полициялар және сенің жалаңды қарап тұратын мен жоқ. Мен жол бермеймін оған. Жол бересің ба, бермейсің ба? Алло, бұл полиция бекет? Звондаған несі, келісетін қой өзіміз. Бұдан жақта мен үйіме ұрлыққа түсіп тұр, оршы жауға келгіздер. Жақсы. Құрыш, сен мына үйді көруге келдің ғой, мен просто сен үйдегі ақың жоқ конкретно. Қару сенде, қарудан мен құтылдым. Енді сені полицияға мен жүре салайын ба? Ал қару сен подвалыңнан табылған білсе не болатын білесің ба? Не болады екен? Қару зато енді қазір сен қолда ғой. Басты кетірмеші болды. Вот, өздері де кеп қалды ғой. Қояқ кәнкәм. Полиция қызметкерінен. Ассалаумағалейкум, братан. Міне, мынау жедел, короче, осы қару сақтап жүр екен подвалында, мен оны көріп қалдым. Ал мынау мейірбек менің үйіме ұрлыққа түсті, бұны ауылда қуыңдар. Мейірбек, сіз вообще көп сөйлейді екенсіз, басты кетірмей болды, құрысай. Мен ауылдан қуамайсыңдар, мен өзім ауылым конкретно өзім білем, мен сендерге айттым ғой, ол жедел қару сақтап жүрді подвалында деп. Кімді келтірмеш, жеделде қандай қару сен салып қоймаған болсаң бар. Полиция еще мына подвал бар ма десе ана үйдің. Шелек болмаңдаршы, бірінші сендер тексерсеңдерші, тексерген де жоқсыңдар ғой, мен просто так ауылдан қуып тұрсыңдар. Мейірбек мырза, басты кетірмей одан да кете салмайсыз да. Қазір өлтіруімізге тура келеді ғой сізде, егер кіріп кететін болсаңыз. Сендер мана бір жолды жауып алып, мен как будто басқа жақтан кіре алмаймын. Вот, именно, басқа жолдан кіретін болсаңыз, біз сізді өлтіреміз. Мен ауылыма кеп алып, екеуің ми шіртпеңдерші, конкретно бар ғой, мен кеттім ал. Мен басқа жолды білмейтін. Тоқтай. Заңға бағынбаған өзіңізден көріңіз. Тоқта, мен саған бірінші бәрін түсіндірейін да, сен бірінші тыңдасай мен. Жоқ, көп сөйлеп кеттіңіз сіз.